17 ғасырдың екінші жартысы мен 18 ғасырдың басындағы ұлы отандық соғысының нақты айғағы ретінде танылған Ақтөбе аймағы Темір аудандағы Қалмаққырған немесе Қалмаққырылған деген жерге байланысты тарих күні бүгінге дейін сырын ашпай келе жатыр. Қазақ елінің шығысында 17 ғасырдың 30 жылдардан бастап ойраттар мемлекеті немесе жоңғар хандығы құрылып, Қазақстанның күн шығар жағынан орасан зор қауіп төндірді. Дәл осы кезде жоңғар тайпаларының бір сыпырасы қазақ жерінің ортасы мен әуелі еліміздің терістігіне, сосын батысына қарай ұмтылды. Солардың торғауыттары Еділ бойына жетіп, Қалмақ хандығы құрды. Кейін ол Ресей қол астына өтті. Олар кіші жүзге тынбастан шапқыншылықтар жасады. 1640-1772 жылдар арасында кіші жүз қазақтары мен Еділ қалмақтарының арасында 80-нен аса ірілі уақытты шайқас болған екен. Жоңғар хандығы шығыстан, ал батыстан қалмақтар екі жақтан қазақ хандығын қысымға алып, оны түбегейлі жойып, баяғы Алтын Орда орнына жоңғар империясын құруды стратегиялық мақсат етіп қойған еді. Еділ бойы қалмақтарының кіші жүзге, соның ішінде Ақтөбе аймағына жасаған алапат соғыстары жайлы Мәскеудегі Ресей сыртқы саясат мұрағатындағы Зюнгарлар ісі, Қалмақтар ісі, Қырғыз қайсақтар ісі, Қарақалпақтар ісі деген қорларда деректер мол. Алайда әлі де әсіресе 17 ғасырдың екінші жартысы мен 18 ғасырдың 30 жылдарына дейінгі аралықтағы Қалмақ хандығы мен кіші жүз хандығы арасындағы қатынастар күңгірт күйінде қалып отыр. Осы күңгірттіктің ішінде біз айтқалы отырған Қалмаққырған немесе Қалмаққырылған шайқасы да бар. Қазақ елінде сол кездегі қазақтар мен жоңғарлар арасында болған қанды шайқастардың дәлелі ретінде 3 жер осылай аталады. Біріншісі Ұлытаудың оңтүстік-шығыс беткейінде Қарамола тауынан басталатын Белеуітті деген өзен Қалмаққырылған өзені болып аталған. 1723 жылы осы өзен бойында қазақ жасағы жоңғарларды үлкен қырғынға салған. Әлгі қырғыннан кейін Белеуітті өзені Қалмаққырған өзені аталып кеткен. Қазірде солай аталады. Екіншісі 1727 жылы Әбілхайыр хан бастаған біріккен қазақ күші Ұлытау өңірінде жоңғарларға қатты тойтарыс беріп, ірі жеңіске жеткен Майдан даласын Қалмаққырылған деп атайды. Бұл жерге 1997 жылы қазақтардың осы жеңісін мәңгі есте сақтау үшін ескерткіш орнатылды. Үшіншісі Ақтөбе облысының Темір ауданындағы Қалмаққырған немесе Қалмаққырылған теміржол бекеті. Бұл аумақ 20 ғасырдың 30 жылдарында Қандағаш-Гурьев теміржол торабы салынғанда осы аталатын жерге байланысты Қалмаққырған бекеті ретінде әлемдік теміржолдар картасына енгізілген екен. Бұл әуелгіде 2-3 үй болған. Қазір 50-60 үйлік дербес ауылға айналған бекет аты. Ал шындығында бұл атау Темір, Ойыл өзендерінің басындағы жерлерді Шилі, Кенжалы өзендерінің алқабын алып жатқан кең аңғарлы аймақ. Міне, осы арада шамамен 1719 жылы немесе осыдан 290 жыл бұрын Әбілхайыр хан бастаған 25 мыңдық кіші жүз қолы мен Аюке хан бастаған 30 мыңдық Еділ бойы қалмақтарының арасында орасан зор шайқас болған екен. Жалпы саны 55 мыңнан аса 5 қаруы сақадай сай екі жақтың әскерлері ұзақ шайқасқан. Қорытындысында Әбілхайыр хан бастаған қол жеңіске жеткен.
сол алқапта қазақ жерін, елін қорғау үшін жүргізілген қанды майданда мыңдаған әлім, 12 ата байұлы, 7 ру боздақтары құрбан болған. Қалмақтар тарапынан да 10 мыңнан аса адам ажал құшқан. Әлгі алқаптағы көріністі бейнелейтін қан суша ақты, өліктен басар жер болмады деген сөз біздің заманымызға жеткен екен. Ол заманда шейіт болғандарды шайқастан кейін топтап та жерлеген, тізе бойы шұңқыр қазып, бетін жаба салған жағдайларда болған. Осы қалмақ қырған немесе қалмақ қырылған атауы демек Әбілхайыр хан есімімен тығыз байланысты. Темір ауданындағы қалмақ қырған немесе қалмақ қырылған шайқасының мерзімі туралы әртүрлі пікірлер бар. Біреулер біз айтып отырғандай бұл жағдай 1719 жылы болғандығы жөнінде жорамалын айтады. Белгілі тарихшы Ерофеева в начале XVIII века северо-западные территории Казахстана являлись объектом повышенного интереса деуі нақты деректердің негізінде жазылған. Екінші топ бұл жердегі шайқас 1729 жылы болғандығын айтады. Ал үшінші пікірдегілердің айтуынша бұл оқиға 1771 жылы Еділ бойы қалмақтарының Ұшаба хан бастаған 25 мыңдық шаңырағы өзінің тарихи отаны Жоңғарияға көтеріле көшуінің негізінде болған. Осы арада патшалық биліктің талап етуі бойынша Нұралы хан 30 мыңдық күшпен қалмақтар көшін қырғынға салған делінеді. Бұл тарихи орында күні бүгінге дейін ғылыми зерттеу, археологиялық қазба жұмыстары жүргізілмеген. Жүргізілген жағдайда болған шайқастың мерзімдік жағын анықтауға тиек болар бір деректің табылуы ғажап емес. Осы сөздің иесі мұнда 2003 жылдың жазында ғалым Рақым Бекназаровтың қатысуымен және тарих факультетінің 5-ші курс студенті бар ғылым экспедициямен келген еді. Алайда бұл алғашқы шолу сапары болатын. Қалай болғанда да осы 2009 жылы қалмақ қырылғанға арнайы археологиялық экспедиция жасап, қазба жұмыстарын жүргізуді жоспарласа ләзім болар еді. Сол қалмақ қырылған алқабының аса көрнекті жерінде Қандағаш Шұбарқұдық жолының бойындағы тарихи ескерткіштер орнату ісінің бастамасын жасаса, халқымыздың көптен айтып жүрген мәселесі шешуін табар еді. Бұл үлкен тарихи ескерткіштің басы болары сөзсіз. Бұдан шараны жүргізу бүгінгі және болашақтағы жастарды патриоттық рухта тәрбиелеу үшін қажет. Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың мәдени мұра бағдарламасы аясында бұндай шараның жүргізілуі халқымыздың рухани сұранысына жауап беретін шара болады деп ойлаймыз.